Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағы 2 сынып 1 сабақ. Тақырыбы 2 таңбалы сандардың құрылуы, ондықтармен санау. 2 есеп шаршыларды сана. Егер бір шаршыны бір бірлік деп қабылдасақ, онда неше бірлік бар? Бізде 10 шаршы берілген, енді арғарай үлгі бойынша жазып шығамыз. Бір бірлік 1-ге тең, 2 бірлік 2-ге тең, 3 бірлік 3-ге тең, 4 бірлік 4-ге тең, 5 бірлік 5-ге тең, 6 бірлік 6-ға тең, 7 бірлік 7-ге тең, 8 бірлік 8-ге тең, 9 бірлік 9-ға тең, 10 бірлік 10-ға тең. Осылай жазып шығамыз. 2 есептің нұсқасы. Әр суретте барлығы неше шаршы бар? 1 суретте бізде 10 шаршы берілген, 2 суретте 1 шаршы берілген. 10 шаршы дегеніміз 1 ондық, қосамыз 1 шаршы, ол 1 бірлік. Тең бізде 11 шығады. 2 суретте біріншісінде бізде 10 шаршы берілген, екіншісінде 2 шаршы берілген. Яғни 10 шаршы дегеніміз 1 ондық, 2 шаршы дегеніміз ол 2 бірлік. Қосқанда бізде 12 шығады. 2 есептің Б нұсқасы. Шаршыларды ондықтармен сана. Бірінші қатарда бізде 10 шаршы берілген, яғни ол 1 ондық деп аталады. 2 қатарда бізде тағы да 10 шаршы берілген. Екеуін қосқанда 2 ондық деп 2 ондық шығады. Енді ондықтармен санайтын болсақ, бізде 6 қатар берілген, әр қатарда 10 шаршыдан. 1 ондық дегеніміз 10, 2 ондық дегеніміз 20, 3 ондық дегеніміз 30 шығады, 4 ондық 40-ға тең, 5 ондық 50-ге тең, 6 ондық 60-ға тең. 3 есеп сандарды ата. Үлгі 3 ондық 8 бірлік 38-ге тең, 5 ондық 6 бірлік 56-ға тең, 6 ондық 9 бірлік 69-ға тең, 9 ондық 7 бірлік 97-ге тең, 7 ондық 8 бірлік 78-ге тең, 8 ондық 5 бірлік 85-ге тең болады, 41 бірлік дегеніміз 41-ге тең болады. 5 есеп А нұсқасы. 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып сана. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ә нұсқасы. 30-дан бастап 10-ға дейін бір-бірден азайта отырып сана. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 есеп қалып қойған сандарды ата. А нұсқасы. 50 бірлік тең 50-ге тең болады. 51 бірлік 51-ге тең болады. Енді бізде арғарай белгісіз, одан кейін 70 бірлік 70-ге тең болады. Енді 51 мен 70-тің аралығындағы сандарды біз жазуымыз керек. Ол аралықтағы сандар 52, 53, 54, 55, 56, яғни 70-ге дейінгі сандарды жазып шығамыз. Ә нұсқасы. 10 ондық 100-ге тең, 9 ондық 90-ға тең, 1 ондық 10-ға тең. Енді біз 9 ондық пен 1 ондықтың аралығындағы сандарды табуымыз керек. Яғни 10 ондықтан кейін 9 ондық келгендіктен арғарай 8 ондық, 7 ондық, 6 ондық, 5 ондық, 4 ондық, 3 ондық, 2 ондықты жазып шығуымыз керек. 7 есеп. Жауабы 15-ге тең мысалдарды ғана жаз. 19-дан 4-ті азайтқанда 15 шығады. Жазамыз осы есепті. Одан кейін 13 қосу 2 тең 15 шығады. Осы 2 есепті жазамыз. 8 есеп. 70-тен 80-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жаз. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 болады. 40-тан 30-ға дейінгі сандарды кему ретімен жаз. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 деп жазып шығамыз.
9-шы есеп сандарды ата. 73, 37, 77, 33. Осы сандарды жазу үшін неше цифр қажет болды? 2 цифр қажет болды. 7 және 3 деген. Әр санның жазылуында 3 және 7 цифрлары нені білдіреді? 73 санында 7 ондық 3 бірлік, 37 санында 3 ондық 7 бірлік, 77 санында 7 ондық 7 бірлік, 33 санында 3 ондық 3 бірлікті білдіреді. Осымен математика сабағы аяқталды. Сау болыңдар балалар. Лайк басып, комментарий жазуды және достарымен бөлісуді ұмытпаймыз.